Қайырлы күн достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа арнап аджика дайындайтын боламыз. Рецепт өте оңай. Мен рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Осындай қою болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Қызанақтарымызды ет тартқыштың ішіне сиятындай етіп бөліп аламыз. Түп жағын алып тастаймыз осылай. Және әрқайсысын екі бөліктен бөліп шығамыз. Үлкендерін 3-4 бөлікке бөлеміз. Енді кезекте ас көкөніс тураймыз. Мұнда укроп және кенса бар. Жақсылап ұсақтап турап шығамыз. Мұнда қызыл болгар бұрышы бар. Ортасынан бөліп, дәнінен ажыраттым. Бұны ұсақтап тураудың қажеті жоқ. Дәл осылай ет тартқышқа сия береді. Енді сарымсақты осылай ұсақтап езіп шығамыз. Пышақпен турауға да болады. Бұл жерде менде 2 бас сарымсақ бар. Осылай сарымсақ леззетінен шығарып ала береміз. Енді ет тартқышымыздан қызанағымызды өткізіп аламыз. Қызанағымызды өткізіп болдық, енді болгар бұрышын өткіземіз. Осындай ащы қызыл бұрыштың тек қана бас жағын алып тастап, оны да ет тартқышынан өткізіп жібереміз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ащыны қоссаңыздар болады. Мен 4-5 бас қосамын. Ащыны қаласаңыздар, одан да қатты ащы болып көбірек қосуға болады. Ыдысымызға 200 мл сұйық май құйып, жақсылап қыздырамыз. Майымыз қызғаннан кейін қызанағымызды саламыз. Қызанағымызды жақсылап араластырып, 20 минуттай қайнатамыз. Біздің қызанағымыз 20 минуттай қайнады. Енді оның үстінен ақырындап қызыл болгар бұрышын салып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін және 40 минуттай қайнатамыз. Қақпағын жаумаймыз. Бетін ашып тұрып қайнатамыз. Сонда артық сұйықтықтың барлығы бу болып ұшып кетіп, массамыз жақсы қоюланатын болады. Үстінен 3 ас қасықтай тұз саламыз. Жақсылап ұнтақталған сарымсағымызды салып араластырамыз.
Мында аскөктеримизди саламыз. Мында банкаларды стерилизацияга койдум мантоварканын үстүнө. Мында какпактар кайнап жатыр. Туура 20 минуттай кайнатабыз осулай. Эndi банкаларыбызга осулай воронканы кийгизип, ачыкамызды салып чыгабыз. Бети менен этип толтурамыз. Endi какпагын бурайбыз. Банканын какпагын осулай майлыкпен барынча катты этип бурайбыз. Сонда бузулуп кетпейтин болот. Ичине аба кирмейт. Эми осулай төңкөрүп коябыз. Достар, осымен биздин ачка дайын болду. Кыска, караңгы жерде, салкын жерде сактасаңыздар болады. Эч кандай да айнып кетпейди, бузулуп кетпейди, дәмі дәл сол күйүндө сакталатын болады. Менин арнама тиркелип коңгуроошаны басып коюңуздар. Алда көптөгөн рецепттермен бөлүшөтүн боламын. Достарыңыз менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Сау саламатча болуңуздар.